Жалғастырамыз. Мәскеу қаласында бас қосқан шетелдіктер татулықтың қазақстандық үлгісін талқылады. Себебі Қазақстан ұлтаралық және дінаралық татулықты сақтаудың жаңа формасын ұстанған бірден-бір ел. 3 жыл сайын Астана қаласында өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер съезі осы сөзімізге дәлел. Қазір қазақ елінің бұл әрекетін әлемнің көптеген беделді сарапшылары жоғары бағалап отыр. Сол жиынның барысын Ресей астанасынан меншікті тілшіміз Нұртас Солтанұлы жеткізеді. Қазақ елі тәуелсіздік алғалы татулық пен тыныштықты ту етіп келеді. Мәселен, осыдан 17 жыл бұрын құрылған Қазақстан Халқы Ассамблеясы бұл күндері ұлтаралық бірлікті сақтауға сүбелі үлес қосып отыр. Ал дінаралық тұтастықты арттыруда әлемдік және дәстүрлі діндер съезінің маңызы зор. Біз мұсылмандар мен иудейлерді, буддистер мен христиандарды бір үстел басына жинап пікір алмасуға шақырамыз. Әлемнің түкпір-түкпірінде болып жатқан дінаралық қақтығыстарды ескеретін болсақ, мұндай жиындардың қаншалықты маңызды екенін түсінесіз. Қазақ елінің басты мақсаты әлемдегі барлық дін өкілдерін достыққа, бірлікке шақыру. Ұлтаралық және дінаралық татулықты сақтаудағы қазақ елінің тәжірибесі талдауға тұрарлық. Себебі әлем жұртшылығы тарапынан лайықты бағасын алуда. Қазір адамдардың басым көпшілігі бөлшектеніп кеткен. Діни көзқарастары бойынша, ұстанымдары бойынша және басқа да құндылықтар төңірегінде қарама-қайшылықтар өте көп. Сондықтан қоғамдағы осындай топ өкілдерін бір жерге жинап, өзара пікір алмасуға шақыру, проблемаларды бірлесе талқылау аса қажет дүние. Бұл бағытта қазір қазақ елінің өзіндік тәжірибесі, өзгелерге ұсынар жолы бар. Тыныштықта қалайтын ел мұны үйренуі тиіс. Қантөгіс пен қақтығыс тығырыққа тірейді, ал қазақ елі татулық пен бірлікті тілейді. Сондықтан сарапшылардың пайымынша, жыл сайын өтетін Астанадағы діндер съезінің маңызы артып, беделі нығайып келеді. Нұртас Солтанұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден.